қиын жол бар ма? Төбедегі келеді өртеуі түгел болғанда. Шақырады күн ана шопағымен ұнаған, жазым жайсан күнінде мекеніміз болама. Өртеуіміз түгелміз, жарқын өмір сүреміз, жұдырықтай жұмылып тату болып жүрерміз. Алақай, мен ұшып барамын. Тым алыс қашып кетпеңдер. Әлі наурыз көже пісіруіміз керек. Ауыр екен. Тамаша. Не деген үлкен қазан? Демек көже бәріне жетеді. Ал, іске кірісейік. Наурыз көжеге 7 түрлі дәм қажет. Інсін, Марал, су әкеліңдер. Суыр, маған сенің жинаған азығың керек. Қандай керек? Тары, бидай, арпа, не бар, соның бәрін әкел. Міне, қыстан қалған дәннің бәрін әкелдім. Тағы бір нәрсе керек. Араластыра беріңдер, мен қазір келемін. Жоқ, бермеймін. Менікі. Әкел. Жоқ, мен араластырам. Жоқ дедім. Өзім араластырам. Не болып кетті? Білмейм. Бірақ қызық екен. Ой, бәрі төңкеріліп кетті. Ай, тағы не бүлдірдіңдер? Мен деп таласқан шығарсыңдар. Әрі тартып, бер тартып, қазан төңкеріліп кеткен соң, бәр аспаннан бір-ақ шықты. Иә. Қазанды төңкеру, әлемді төңкергенмен тең. Мұндайды естімеп едіңдер? Жоқ. Енді білетін боласыңдар. Ал енді бәрін реттейік. Төңкерілген қазанды дұрыстауымыз керек. Қажеті қанша? Осы қызық емес пе? Қажеті қанша дейтінің бар ма? Міне не үшін қажет? Көрдің бе? Ой, не болып кетті? Ой, қорқам. Жібермей ұста. Іздетейік. Қазір бәрі құлайды. Қанеки, бәріміз қазанды ұстайық. Мәссаған, қызық болды ғой. Хей, сендердің шығармайтындарың жоқ. Қап, наурыз көженің төгіліп қалғанын қарашы. Ештеңе етпейді. Қайта пісіреміз. Мен суға кеттім. Мен көмектесем. Бір түйірде дән қалмады ғой. Тағы іздеп көрейін, табылып қалар. Дайын болды. Қандай дәмді? Бұл ең дәмді наурыз көже. Әрине,
Осы көже үшін бүкіл әлемді төңкеріп жібердік қой. Біз енді олай істемейміз. Шын айтам. Естеріңде болсын, бірігіп кез келген қатені түзетуге болады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деп бекер айтпаған. Шақырады гүл алаң, жұпарымен ұлыған, жаздың жайсан күнінде мекеніміз ол алаң, өртеуіміз түгел.